Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге оңай әрі қарапайым тез дайын болатын рулеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаймыз. Ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қонақтарға да өзіңіздің үй-ішіңізге де ұнайтынына күмәнім жоқ. Алдымен 2 жұмыртқаны миксермен араластырып, оның үстіне қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше 2 есе ұлғайып ағарғанша жақсылап миксерлеп алуымыз қажет болады. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін біз үстіне айранды немесе қаймақты салып алуымыз қажет. Тағы да миксерлеп аламыз. Қант барлығы еріп кетсе, қоржынымыз жақсы болып көтеріледі. Одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп алуымыз қажет. Одан кейін ұнға разрыхлитель тестаны, яғни қопсытқышты саламыз. Содан кейін какаомызды салып, оны міндетті түрде ситадан өткізіп, жұмыртқалы массамызға қосып алуымыз қажет. Қосып алған соң, жаймен алдымен миксердің насадкасымен араластырып алып, тағы да миксерлеп, жақсы конденсация дайын болғанша миксерлеп аламыз. Және үстіне сахарный пудра салсаңыз да, немесе ванилин салсаңыз да болады. Салып, венчиктің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Содан кейін противеньге пергамент қағазын төсеп, дайын болған тестамызды 4 бұрышты етіп жағып шығамыз. Барлығы біркелкі болуы шарт, әйтпесе біздің рулетіміз қисық болып шығуы мүмкін. Дайын болған тестаны алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Енді оның үстіне біз майлықты қойып, тығыз етіп орап қоюымыз қажет. Ыстық күйінде болғаны дұрыс. Дәл осылай суытып қоюымыз қажет. 20 минут бойы суытамыз. Және біз ол аралықта кремін дайындап алуымыз қажет. Өзіңізге қалаған кремді жағуға немесе джем жағуға болады. Мен 150 грамм творожный сырға 100 грамм сахарный пудра, яғни қант ұнтағын салып, алдымен жақсылап миксерлеп аламын. Менде қант ұнтағының соңы қалғандықтан, түбінде ірілер қалған екен, мен соны сүзгімен осылай өткізіп творожный сырға қостым. Және де ешқандай арасында крупинка, түйіршік қалмау керек. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін үстіне сливкиді құйып, сливкиді өлшеп құйып алып, тағда миксерлеу керек. Қою болғанша креміміз миксерлейміз. Артынан өзінің із қалдырып бастағанда миксерді тоқтатуымыз қажет. Әйтпесе одан көп миксерлейтін болсақ, креміміз іріп кетуі мүмкін. Бұл крем чизді, яғни мен крем чизді қостым. Енді рулеттің арасын ашып, жаймен майлығымызды аламыз. Енді дайын болған кремімізді жағып алуымыз қажет. Барлығын жақпадым, мен кішкене алып қалдым бетіне оформлениесін жасау үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Кремді толықтай шет-шетінен барлығына жағып аламыз. Одан кейін жаймендеп бүктейтін боламыз. Осылай орап, тысқа салып аламыз. Пергамент қағазға жабыспайды, және де осындай арнайы қапшыққа насадкамызды салып аламыз. Менде звездочка насадка. Қалған кремімізді осы қапшыққа салып, рулеттің үстін әсемдейтін боламыз. Сіздер шоколадты ерітіп, немесе басқа да оформлениемен әсемдесеңіздер болады. Қалғаны видеода толықтай көрініп тұр. Істеп, жасап көруге кеңес беремін. Дәмі вупи-пай тортына ұқсас болады, одан кем түспейтіндей болады. Егер жасап көрсеңіздер, ешқандай өкініш болмайды.
сіздерге ас болсын.